Қазақстан тмд елдер арасында темір жолдағы қауіпсіздік бойынша 3-ші орында тұр. Көш басында Ресей, ал 2-ші орынға Беларусь мемлекеті ие болған. Бұл туралы Алматыда өткен 2-ші Еуразиялық форумда айтылды. Темір жол қозғалысының қауіпсіздігі мен цифрландыру аясында тәжірибе алмасуды көздейтін ауқымды жиында автоматтандырудың озық үлгілері мен адами фактордың әсерін азайту туралы сөз қозғалды. Алматыда өткен 2-ші Еуразиялық форумда теміржол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша тәжірибе алмасу үшін Еуропа елдерінің инновациялық технологиялар таныстырылды. Ал ұйымдастырушылардың айтуынша әлемдегі геосаяси жағдай көлік логистикасына жаңа әдіс тәсілдерді енгізуді қажет етеді. Здесь сегодня собрались специалисты для того, Қауіпсіздікті қамтамасыз ету уақыт өткен сайын жаңартып отыруды қажет ететін жұмыс. Ол үшін білімді әрі жоғары білікті мамандар даярлау маңызды. Өзара тәжірибе алмасу дамудың негізгі тетігі. Бүгінгі форум соған дәлел. Елімізде жолдағы қауіпсіздік ережелерін бұзу былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда 10%-ға төмендепті. 2022-23 жылдарды қозғалыстағы қауіпсіздік мәдениетін дамыту жылы деп жариялаған Қазақстан темір жолы компаниясы қауіпсіздіктің алдын алған үшін 500-ден астам темір жолшыны мадақтаған екен. Ереже бұзудың негізгі 3 себебі бар дейді мамандар. Бірінші, мал қағу, темір жол апаты, жолға бөгде заттардың қойылуы. Екінші, пойыздың ескіруі. Бұл техникалық себеп. Ал үшіншіден, қызметкерлердің техникалық біліктілігінің төмендігінен ереже бұзылады. Қазір деңгей 3-ші орында келе жатырмыз. Мына цифровизацияны қауіпсіздікпен екеуін интеграция жасап, қазіргі форумда со бойынша өте үлкен күрделі жұмыстар жасалып жатыр. Ал форум қатысушыларына хат жолдаған Ресей темір жолы компаниясының бас директоры Олег Белозеров халықаралық алаңның жаңа жобаларды іске асыруға серпін беретініне сенім білдіріп, ұйымдастырушыларға алғысын айтты. Азамат Қабетов, Думан Сүлейменов, Информ бюро, Алматы.